Армысыз, құрметті көрермен. Бүгін видеомда қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, әнші Төреғали Төреәлінің денсаулығына байланысты соңғы жағдайды айтып беремін. Жақын күндері әлеуметтік желіде тараған жаңалықтар көпшілікті алаңдатты. Ендеше, нақты не болды, бірге білейік. Төреғали Төреәлі 2025 жылдың наурыз айында кенеттен сырқаттанып, ауруханаға түсті. Бұл жағдайды оның отбасы мүшелері де растады. Әншінің әпкесі Дина Төлепова әлеуметтік желіде бұл туралы хабар тартып, халықтан да дұға сұрады. Осыған байланысты Төреғали жоспарлаған Астана, Алматы, Шымкент және Тараз қалаларындағы концерттерін кейінге шегеруге мәжбүр болды. Билеттер кері қайтарылып, концерт күндері белгісіз уақытқа өзгертілді. Әншінің өзі де Instagram парақшасы арқылы арнайы үндеу жасап, денсаулығыма байланысты концерттерді кейінге шегіндірдік. Алла шипасын беріп, тез сауығып, алдарыңызға жарқырап шығуды нәсіп етсін деп жазды. Бірнеше күн өткен соң, Төреғалидың жағдайы жақсарғаны белгілі болды. Ол есін жиып, отбасымен байланыс орнатып, жан күйерлеріне алғыс айтып, дұға тілегендерге рахметін жеткізді. Қазір ол толық емделіп, демалыста. Жақын арада сахнаға оралуы мүмкін. Бұл оқиға Төреғалидың жанкүйерлері үшін үлкен алаңдаушылық тудырғанымен, бүгінде жағдайы жақсарғаны қуанышты жаңалық. Достар, егер сіз де Төреғалидың тезірек сауығып, сахнаға оралғанын қаласаңыз, видеоға лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Және де бұдан бөлек басқа да Instagram парақшаларда оның көптеген мағлұматтары шығып жатыр, қарап шықсаңыздар болады. Көп қазақстандықтар мұны хайп деп бағаласа, кейбірлер жаны ашып, өзінің ізгі тілектерін айтып жатыр. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.